Арыстағы әскери бөлімінің оқ-дәрі қоймасынан шыққан жарылысқа қатысты айыпталған 16 адамның ісіне нүкте қойылды. Шымкент қаласындағы әскери бөлімде өткен сотта олардың 12-сіне 4-10 жыл аралығында түрме жазасын берді. Төртеуі шартты түрде сотталды. Шартты жаза мерзімі 4 пен 7 жыл аралығы. Темір торға тоғытылғандардың бірі үкіммен келіспепті, қалғандары пікір білдіруден бас тартқан. Сот ісіне мемлекеттік құпияға байланысты деректер бар болғандықтан жабық өтті. Естеріңізде болса, 2019 жылдың 24 маусымында Арыстағы әскери оқ-дәрі қоймасы жарылып, мыңдаған үй зақымданып, Арыстың 40 мыңнан астам тұрғыны Шымкент қаласы мен төңірегіндегі елді мекендерге эвакуацияланған. Олар кейінірек Арысқа қайта оралған. Ресми мәлімет бойынша қаладағы 7527 үй мен көпқабатты 103 тұрғын үй зақымдалған. Пайдалануға жарамсыз болып қалған 420 үй мен 3 көпқабатты тұрғын үй құлатылған. Кейін барлығы толықтай жөнделген. Дегенмен сот отырысында жәбірленушілердің базынасы назардан тыс қалды. Олар өтемақы төленбегенін айтып, наразы. Бұған дейін жабық сот отырысында 1500 адам жәбірленуші деп танылған болатын. Солардың бірі Рахимовтар отбасы. Түрлі дене жарақатын алып, жапа шеккен бүтін бір жанұяның мүшелері әлі күнге дейін мүгедектігін ала алмай сандалып жүр. Соттың соңғы отырысында да бұл тақырып жабулы күйінде қалды. Осы күнге дейін, әлі күнге дейін біз өз қалтамызды емделіп келе жатырмыз. Баламның несі көкірегінде осколок әлі тұр, өкпесінде. Аяғының еті жұлып кеткен, инвалид деп шығарады, оны шығармады. Признавать етпеді бізді. Келіншегінің 8 жеріне тиген, әлі күнге дейін, мысалы, әлі денсаулығы жақсы емес. Мен өзім 3 жеріме тиген, басыма тиген, саныма 2 жеріне тиген. Әлі осы уақытқа дейін біз жағдайымызды сұрап, біздің жағдайымызды сұрап, көмек берген жоқ еш жерден бізге. Бізге осы денсаулығымызға байланысты моральный ущерб төлеп берсін. Бізге денсаулық керек.